Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай полукомбинезонның екінші бөлімін тоқитын боламыз. Міне осындай болып шығады, 3 пен 6 айға арналған. 40 қатар оң тоқып бітірген соң, міне осылай 40 қатар оң тоқыды, ешқандай өзгертпейміз. Және де бір оң, бір теріс резинка тоқитын боламыз. Міне артқы бөлігін полный солай тоқып шығатын боламыз. Енді алдыңғы бөлігінде 6 петля бір оң бір теріс қылып тоқитын боламыз резинкасын. Одан кейін 6 петля теріс тоқитын боламыз.
Енді қалғанын оң қылып тоқимыз. Ең ақырғы бөлігінде 12 петля қалу керек. Дәл бастапқы бөлігінде 6 петляны бір оң бір теріс резинка қылып тоқимыз, 6 петляны теріс қылып тоқитын боламыз. Қазір ортасын оң қылып тоқимыз. Міне осылай. Міне дәл осылай 6 қатар тоқитын боламыз сағада. Міне тоқып алдық, резинка болып шықты. Міне көргендеріңіздей. Енді арқа жағын резинкасын бекітіп шығатын боламыз.
Міне алдыңғы бөлігі қалды. Осылай екі жағында теріс бөлігі қалды. Артқы бөлігінің резинкасын бәрін бекітіп шықтық. Енді осыдан 30 қатар тоқуымыз керек тағы. Ол үшін бірінші оң қылып тоқимыз, 6 қатарды теріс бетінде, қалғанын теріс қылып тоқимыз. Ал ең ақырғы бөлігінде тағы да оң қылып тоқимыз. Бұл теріс бөлігінде осылай тоқылады. Міне осылай тоқып алдық. Жоғарғы бөлігін теріс қылып тоқыдым. Және арқа жағы міне резинка. Және де міне жоғары бауын тоқыдық. Түйме тесігі міне. Ол үшін крючокпен тоқыдым. 1,75 крючок. Міне крючокпен ілмекті іліп, бір воздушный петля көтереміз. Және де столбик без накида тоқитын боламыз. 7 петля тоқимыз. Жеті петля тоқыдық. Содан соң бір воздушный петля көтереміз жоғарыға. Содан соң теріс қаратып, қайтып осылай столбик без накида тоқып кете беретін боламыз. Бұдан 40 қатар тоқуымыз керек. Міне енді тоқып алдық. Енді түйме тесігін тоқитын боламыз. Ол үшін бірінші петляны тоқимыз. Столбик без накида, екіншісінде тоқимыз. Содан кейін екі воздушный петля жоғары көтеріп, содан соң екі петля қалдырамыз астыңғы бөлігінен. Содан соң столбик без накида қалған бөлігін тоқып кете беретін боламыз.
міне түйме тесігін тоқып бітірдік. Осы бауын бітірдік. Енді түймелерін қадап қойдым міне. Және де осы вишняның тоқылу түрі бар менің каналымда. Мұны 3 пен 6 айға арналған полукомбинезон. Міне астыңғы бөлігін міне осылай тігіп қойдық. Бастапқы бөлігінде тігілмеген еді. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар және де қоңырау жанды басып қойыңыздар.